Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» романының 2 бөлімі. Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, дәріс оққан ұстаздарымды еске түсіріп ойға бататыным бар. Сондай шырын шақтарда ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елестейді. Солардың уағызы басымырақ бола береді. Өйткені есейе келе көрген көп ұстаздарым талай-талай тағылымға бой ұрғызғанымен, олардың бірде-бір нақ өзімнің әжемдей, әке-шешем мен ауылдың қадірлі ақсақалдарындай өсиет айдынында жүзіре алған жоқ. Молынан құлаш сермесе алған жоқ десем, ардақты ұстаздарымның көңіліне келмес. Бұл сезім өзіме қанымның тартқанынан немесе жақыныма сезімнің бөліктігінен, әлде ата-анаға деген парызымның молдығынан ғана туып отырған жоқ. Өмір шындығының өзі ақиқатқа бас ұрары даусыз. Дүние тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануар болмысы жайлы алғашқы әңгімені әжемнен естігенімді, адамзат қауымының қалыптасуы туралы тұңғыш мағлұматты әжемнен алғанымды қалай ғана ұмытармын. Иә, әлемнің пайда болуы, тірлік дамуы, адамзаттың шығуы, өмір жайлы шынайы сезім мен азаматтық тұрғысындағы жан баурайтын аңыздарды айтқан. Ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді үйреткен. Арыз аңының, әдеттің жинағынан алғашқы тарауларды таныстырған да ең алдымен ата-ана, ағайын туған еді. Әрине, ол кезде менде өзге сәбилер сияқты әжем айтқан ертегі мен аңыздардың түпкі байыбына бара бермейтінмін. Әке әңгімесінің өсиетін ұға бермейтінмін. Және үлкендердің талай-талай өнегесін орындай бермейтінмін. Ол кезде мені қызықтыратыны ертегі аңыздардың ғажайып оқиғалар еді. Енді міне есейіп ер ағасы болғанымда ойласам, мен сол әңгімелерден адамзат өресінің өрісін тани берген екем ғой. Менің ұстаздарым әріптен бастап буынға дейін, сонан соң ақ қағазға қаламмен өрнек жазуға дейін үйретті. Келе-келе жүйелі оқып, есепті жүйрік шығаруға қол жетті. Ал өмірдің өзі ше? Осынша ғұмырымның ішінде түрлі-түрлі күрделі жағдайда толқымалы 90 сырлы кезеңді кездесіп дидарласқан, тағдырлас болған, табақтас болған адамдар ше? Мамыражай сәттерден мазасыз майданға көшіріп, көбік шашқан өмір дариясының бір толқынынан екінші толқынына аямай лақтырған уақыт ше? Осының бәрі де менің тірлігімдегі тірек болған, жүрек болған, қол ұшын берген, қорған көрсеткен ұстаздарым деп білем. Осындай уақыт талқысы ғана, өмір өткелдері ғана, тірлік тізбегі ғана менің әжемнен үйренген жақсы жаман, мақұл, емақұл деген сөздердің байыбына терең бойлата алды. Әжемнің осылай болған екен деген сөздері мені бірде ғасырлардың шыңырауына сапар шектірсе, бірде құс қанатындай демеп ілгері ұмтылдырды, биікке самғатты. Міне, енді өзім де әке болып ұл өсіріп, қыз өсіріп отырғанда, немере сүйіп мейірленген сәттерде, оларда маған аңғал да адал, бірақ құштарлыққа толы шынайы сұрақтар береді. Тағы сол сәтте осы балаларымның дәл менікі сияқты ғұлама әжелері азайып бара жатқанына қайта өкінем, қабырғам қайысады. Қаншаға келдің қарағым деп қай баладан сұрасаң да өз жасын мақтанышпен айтатыны мәлім. Қазір жыл сайын баланың туған күн тойлау дәстүрге сіңіп болған әдет. Ал менің балалық шағымда туған жылды, туған күнді емес, мүшелді кезеңдерді тойлаушы еді. Алғашқы мүшел нәрестенің қырқынан шығатын күн. Бұл күні үй ішінде елдің ауыл-аймақта көтеріңкі көңіл, көп шаттық үстем болатын. Екінші мүшел баланың 7 жасқа толған күні. 7-ге келгенше бала жерден таяқ жеді деген тегін айтылмаған ғой. Сол 7-ге толған күні әрең аяғын жерде нық басты деп санайды. Азаматтыққа аттанар жолдың алғашқы қадамы да осы жерден басталса керек. Ата-ана мен төңірекке бұл үлкен қуаныш. Ендігі мүшел 13 жас. 13-те отау иесі деген мақал бар. Бұл енді оңды-солды тани бастадың, ер санатына іліктің, сенімен есендесер, ақыл бөлісер кезең келді деген сөз. Енді сен өзгенің жетегінен гөрі өзің тізгін ұстағанды, өзің ат жалын тартып мінгенді қалайсың. Азамат мүшелінің алды осы. Ең ақыры толықсыған жігіт шақтың мүшелі 25 жас. Әкем маған жастайымнан қазақша жыл қайыруды, күн мен ай аттарын, жыл аттарын жаттатты. Тышқан жылы, сиыр жылы, жылан жылы, жылқы жылы, мешін жылы, тауық жылы, доңыз жылы, қоян жылы, қой жылы, барыс жылы, ит жылы, ұлу жылы деп жаттаушы едім.
Алайда әкем сол жылдардың мәнін, неліктен осылай аталатынын түсіндірген емес. Бірде әкеме жаттағандарымды жаңылмай айтып бердім. Ол мені мақтап арқамнан қақты. Осы мақтауға масаттанып, әжем отырған үйге жүгіре жөнелдім. Сондағы ойым, білгенімді тақпақтап, олардан да құптау сөз есту еді. Үй іші қоңыр салқын екен. Әжем қос сабаумен тулақты кезек-кезек тарсылдатып жүн сабап отыр. Сабау дыбысына құлақ тоссаң, әлдебір әуен сазын ойнағандай сезіледі. Екі әпкем мен жиен қызымыз, біреуі жүн тасып, екіншісі тулаққа төсеп, үшіншісі ұршық иіріп көмектесіп жүр. Мен дүниені көшіріп жіберердей ентелей келіп, әжемнің иығынан сілкілей беріппін. Әже, тоқташы, не үйренгенімді айтып берейінші? Құлыным-ау, сабыр етші, мен жүнімді сабап алайын, сонан соң асықпай тыңдаймын ғой, деді әжем еркелетіп. Енді менің екпінім бәсеңдеп, әжемнің қасына отыра кеттім де, жүн шашып ойнай бастадым. Кіші әпкем түйдекті жұлып алып, итеріп жіберді. Қатты заланып, мен оны маймылсың деп келемеждедім. Әпкем өкпелеп жағымнан тартып жіберді. Неге маймыл дейсің? Өйткені сен маймыл, мешін жылы туғансың. Ал, онда сен доңызсың, өйткені сен доңыз жылы туғансың деп әпкем маған тілін шығарып келе кетті. Мен шыдап тұрайын ба? Ызаға булығып әпкемен жұлыса кеттім. Әжем мейірлене күліп екеумізді арашалап жүр. Құрманкүл қай жылы туған деп сұрадық біз. Тауық жылы, деді әжем. Құрманкүл тұлымы желбіреген, жіп-жіңішке нәзік қыз еді. Бәріміз енді оны жүнін жұлған тауық деп мазақтадық. Құрманкүл сөз таба алмай жылап жіберді. Сонда ғой әжемнің бәрімізді отырғызып ыстық күлше үйлестіргені. Сөйтіп өзі ортаға отырып алып әдемі аңыз айтып еді-ау. Балаларым, құлақ салып тыңдаңдар, көңілге түйіп ұғып алыңдар. Жаппар ием жарық дүниені, күн мен айды, жарық пен қараңғыны жаратарда күнге, аптаға, айға және жылға ат қоюды ұмытып кетіпті. Жер бетіндегі тірі дүниенің бәрі жан-жануар күн санауды, уақыт өлшеуді білмей бей-берекет жүре берген екен. Ақыры дүниенің сапырылысқаны сонша, тіпті кімнің үлкен, кімнің жас екенін ажыратудан қалыпты. Жасты бойға қарап өлшейтін болыпты. Кімнің бойы ұзын болса, үлкені сол деп есептеліпті. Қытымыр қыс қашан түсіп, көгілдір көктем қай кезде келерін, жадыраған жаз мөлшерін, берекелі күз кезеңін ешкімде ажырата алмайды екен. Сондықтан қой мен түйенің жүні түлемей сабалақ болып жүріпті. Адамдар болса, қойдың өлі жүнін, күзем жүнін қырқуды да білмепті. Жаратушы ием осы сан сапалақ сапырылысқан тірлікке зер сап тұрып, дүниеге көңілі толмайды. Сондықтан да адамдарды саналы тірлікке үйретпек болады. Адамдар уақытты өлшей білсін, уақытпен санаса білсін, уақытты қастерлей білсін. Ол үшін айды аптаға, аптаны күндерге, ал жылды 12 айға бөлу керек деп түйіпті Тәңірі. Сонда адамдар мал төлдеп, аққа аузы жетер кезді білет. Жүн қырқып киіз басатын уақытты білет. Жаз жайлауға шығатын шақты сезетін болар депті. Сөйтіп Тәңірі әр айды жыл мезгілмен атайтын болыпты. Ал айға адамдардың көмекшісі бол, жүзіңді ашып жауып тұрып, есеп жүргізуге көмектес депті. Жұлдыздар күн райының хабаршысы болады деген екен. Осылайша адамзат ұзақ жыл өмір сүріпті. Күндердің күнінде жыл мезгілдері қайтадан ауысып кетіп, адамдар жаңылысып қалады. Бір жыл бір жылға ұқсас. Көктемнен көктемнің, қыстан қыстың айырмасын аңғара алмай, адамдар аңтарылып отырыпты. Сондықтан да олар өткені ізсіз, болашақтан бейхабар қала берген екен. Ақыры Тәңірі жан-жануар аң біткенді жинаған екен. Осы жиында өз ойын білдіріпті. Енді есеп жүргізуді 12 ай бойынша енгізетінін айтады. Ол үшін 12 жылдың әр жылын жануарлар атымен атайтынын баяндайды. Сондықтан жан-жануар тегіс жазық далаға шығып, таң сәулесін күтсін. Шығыстан күн көтеріліп алғашқы алтын нұры жер бетіне төгілген сәт жыл басы болсын. Сол нұрды бұрын көргеннің атымен бірінші жылда атаймын. Екінші көргені екінші жылға ие боласыңдар. Осылайша 12 жануар 12 жылға еленеді деген екен. Аң біткеннің барлығы ашық алаңға жиналып, бозбала таң атқанша бір-біріне мақтана бастайды. Біреулер көзінің қырағылығымен, біреулер өзінің жүйріктігіне сеніп, күн сәулесіне бәрінен ерте жететініне шүбәсіз болады. Ал түйе болса маңғаз басып, ырғалаңыранып, ерінен көбік шұбыртып, мойнын сан құбылтып, төңірегіндегінің біреуін де көзіне ілмей жатқан екен. Таласып таусыла беріңдер бейшаралар,
босқа болдырғанша алаңсыз тыныға берейін. Мен сендер сияқты күн сәулесін күтіп шығысқа жүрмеймін де, көз майын тауысып төңірекке үңілмеймін де. Құбажандай бойым бар, құлаш-құлаш мойым бар. Осы жатқан күйімде мойнымды бір соссам, бәрің жер бауырлап қаласыңдар. Күн шапағы шашырарда мен мойнымды созып жіберіп, жыл басын өзім көрермін әлі. Тәңірден алғашқы жылдың атын өзім алып қайтам, деп тікене күйсеп жата береді. Бейшара тышқан өзінің дәрменсіздігін мойындап жан ұшыра безек қағады. Мынау жатқан алып түйенің қасында ол өзін құмырсқадай сезінгенде бар болмысы шиыршық ата шиқылдапты. Сонда да жылдан дәмелінем емес пе? Әркімге жалбарына қарап, жалына сұрақ берумен болған екен. Мен қайтемін дей беріпті. Тіптен түйенің қасына келіп шыңғыра шиқылдап, одан да әлгі сұрағына жауап іздейді. Маңғаз түйе мойнын да бұрмай, ақ көбік жынын тышқанға бүркіп жіберіпті де былай депті. Масадай болған бейшара, мазамдалмай көзіңді жоғалтшы. Сенің бойың шөптен даласа, шөңгемен тең емессің бе? Кеудеңде жаның бар демесең, кесек құрлы мыжып кетуге жарамайтын сорлы, сен жылдан дәметпей-ақ жайыңа жүрсең қайтеді, деп көзін жұмып ыңыраныпты түйе. Тымықтың төңіректі әлдилеп, дүниені теп-тегіс маужыратқан кез орнапты. Сонан соң көгілдір аспанның көздеріндей болып жұлдыздар ойнақшыпты. Сардалада тек қана әлсін-әлсін алыстан шие бөрінің ұлған үні естіліп тұрған екен. Онан өзге дыбыс та, онан өзге сыбыс та білінбепті. Айналаны торуылдаған аң біткеннің бәрі күн шығысқа қадалған күйі көз ілмей күткен екен. Міне, таң арайы таңдайланып, алыс көкжиекті ақ сүтке шомылдыра бастапты. Түнімен тағатсыз күткен жан-жануар безек қағып берекесі кетеді. Біреу мойнын созып, бірі секіріп, алғашқы сәулені алдымен көруге арпалысып жүр. Қу түлкі болса құйрығын бұлғақтатып, әр тұстан жылт етіп бой көрсете береді. Осыларды қойш, маған не асығыс бар, деп естінепті түйе. Кенет оның төбе тұсынан шіңілдеген үн естіліпті. Мен көрдім, алтын сәулеге шомылған ақша бұлт көтеріліп келеді. Бұл түйенің төбесіне шығып алып, бәрінен бұрын жыл басын көрген тышқан еді. Үнін қайдан шығып тұр? Құмалақтай болған сен бәленің, деп бұрылыпты түйе. Мен сенің төбеңде тұрмын, бәрі анық, бәрі әдемі көрінеді екен. Алғашқы көрген өзіммен, жыл басы да өзіммін, деп тышқан мәз болып шиқылдапты. Ашулы түйе басын сілкіп қалғанда, байқұс тышқан атқан кезекте ұшып, мен бірінші көрім деп айқайлаған күйі алысқа топ ете түскен екен. Жыл басы тышқаннан басталатыны содан құлындарым. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты деген мақалы осыдан шыққан ғой. Кейде түйедей бойың болса да тышқандай ақылың жоқ деп неге ұрсады дейсіңдер адамдар. Бұл бойыңа сенбе, ойыңа сен. Мақтан сөзге ерме, мағыналы тірлікке ер дегені. Сондықтан түйеге ұқсап орынсыз түксие бермеңдер шырақтарым. Ақылға жүгініңдер, деп күліп еді әжем. Осы сәтте үйдің шаңырағынан бір қарлығаш ұшып кірді. Мұны сезген ұядағы шақалақ балапандар аузын ашып қоректілей бастады. Бәріміз де төбеге қараппыз. Қарлығаш төбедегі ұясының шетіне жайғасты да балапандарын кезектеп жемдей бастады. Алғашқы шақалақтың аузына жем тастап жіберген қарлығаш қайта ұшты. Қарлығаштың аспанға тік атылып, қанат қақпай қайтадан төмен құйылғаны шаңырақтан айқын көрініп тұр. Көп ұзамай ол екінші балапанға жем әкелді. Осылайша қалқып ұшып, қайта кіріп, қанаты талды ма, ақыры балапанын жемдеген қарлығаш енді ұя аузында отырып тарана бастады. Шіркіннің сүйкімдісін-ай, фу деп ысқырып жібердім де, әжемнің сабауын ала салып қарлығашқа сілкі бүркіттім. Жаман бала болмасаң етті, бұзақының тірлігі ғой мынауың, деп әжем қолымнан ұстай алды. Қарлығашқа неге тиесің? Бұл киелі құс екенін, адамның дос екенін білмеушімен сен бейбақ. Балапанын емін-еркін ұшырып, бақытын тапқанша, бұл құс менің үйімнің төріндегі ең қадірлі қонағым ғой. Қонағыма қол көтергенің, мені де сыйламағаның емес пе шынағым, деп ұялтып тастады. Қыздар мені мұқатқанына мәз болып күліседі. Сонда әжем мені бауырына тартып, маңдайымнан иіскеп былай деп еді. Қоя қой құлыным, кел, алдым отырш. Мен саған қарлығаштың құйрығы неге айыр болғанын, масаның тілі неге жоқ екен айтып берейін. Мен қуанып кеттім. Өйткені әжемнің әңгімесі ерекше баурап жанымызды жайлап алатын. Ұлы патша Сүлеймен деген өтіпті баяғыда, деп бастайтын әжем әңгімесін. Ақылы асқан, жер бетінде де, су астында да, аспан әлемінде де әділдігімен әйгілі екен.
Патша барлық жан-жануардың, құрт-құмырсқа, бақа-шаянның, балықтың тілін біліпті. Күндердің күнінде патшалығына жау шауып, әлек салғанда жау бетін у себелеп қайтарған жылан екен. Бұл баға жетпес ерлікке риза болған Сүлеймен патша жыланға: «Қалауыңды айт, не тілесең соны берем» депті. «О, ұлы патшам» депті жылан, үш оралып жатқан күйінде басын қаздитып: «Жалғыз-ақ тілегім бар. Мен және менің ұрпақтарым жер бетіндегі ең тәтті қанды суырып өтсе екен деп тілеймін». Сүлеймен біраз ойланып қалыпты. Алайда ханның сөзі қашанда біреу емес пе? «Айтқаның болсын, кімнің қаны тәтті екенін өзің ата» деген екен. «О, ұлы патшам» деп шағымданыпты жылан. «Кімнің қаны тәтті екенін мен қайдан білем? Мен бір құдайдың сүйкімсіз жаратылған жәндік емеспін бе? Көргенің бәрі жеркені жерлат, бар денем тастай, өн бойымда жылу жоқ, ешкімнің мейірімін көре алмай, ешкімнің құшағына ене алмай қалған жексұрын бейбақпын ғой. Қауыз-қауыз алапес денемді көргенде тірі жанның бәрі тітіркеніп теріс айналады. Ұшарға қанат жоқ, жүрерге аяқ жоқ, бауырмен жер сызған бейшарамын. Қусам жете алмай, қашсам құтыла алмай қорбып жүрген емеспін бе? Тіптен күн сәулесінің өзі менен қашып тайғанақтап тұрмайды. Амалсыз құмда қыздырынып ұзақ уақыт жатқаным, аяғы барлар алыстап қашады, қанаты барлар қалықтап басады. Осы мүсәпір халімен кімнің қаны тәтті екенін қайдан білейін? Басқасын былай қойғанда, Аллах тағала сілекейімнің өзін у етіп жаратыпты. Әділетті Сүлеймен әбден ойланыпты. Тірі жанның қай-қайсысын болса да азапты өлімнің аузына апарып беру оңай дейсің бе? Сүлеймен патша соны ойлап көп кідіреді. Амал қанша, уәденің аты уәде. Патша жарлығы екі айтылмаған, уәдесін қайтып ала алмайды, не де болса орындау керек. Содан патша ине тұмсық шаққыш жәндіктерді шақырыпты да дүниенің төрт бұрышына жұмсапты. Ұшып жүріп жан-жануарды шағып қанын сорасыңдар. Сонан кімнің қаны тәтті екенін анықтап қайтасыңдар деп жарлық етіпті. Патша жарлығын бұлжытпай орындауға шабармандар ұша жөнеледі. Содан талай күндер өтеді. Шабармандар қан татып, қара біткеннің бәріне қонады. Кеудесінде жаны бардың бәрі тегіс келер хабарды қалтырап күткен екен. Бақытсыз күн қайсысының басына қонарын білмей, жандарын қоярға жер таппапты. Жыланның тілінен, жылан уынан өлуді кім тілейді дейсің? Осындай үрейлі уақытта қарлығаш күн сайын қанаттының бәрінен бұрын аспанға ұшып шығып, хабаршылардың алдын тосымен жолын шолады. Bir күні ол салпақтап ұшып, Самарқа озыңдап келе жатқан хабаршы масаны көріпті. Хабаршы біткенің алды осы масы еді. Қарлығаш оны көріпті де алдынан қарсы шығыпты. Жай білуге асығып, жайдара амандасқан болыпты. «Аманбысың масажан? Басыңнан бақ кетпесін, сапарың оң болды ма?» Сүлеймен патшаның қарауындағы аспан мен жерде, тау мен көлде, жазық пен жапанда қандай жаңалық бар екен? Не көріп, не білдің, не тұшынып, не түйдің? Маса қарлығаштың сәлемі көңілді қабылдамай, әңгімеден тайқып, патша жарлығын орындап келе жатқанын, енді соны ескертуге асығыс екенін білдіріпті. «Онда мен сенің жол серігің боп ұшайын, әңгімеңді де жолай естірмін» депті қарлығаш. Екеуі қатарласа ұшып келе жатқанда маса қарлығашқа әңгімесін айтыпты. Сүлеймен патшаның жарлығын қалай орындағанын мақтана баяндапты. «Сонда кімнің қаны бәрінен де тәтті екен? Есіткенше мен де құмартып барамын» депті қарлығаш. «Адамның қаны» деп маңғаздана ызыңдайды маса. «Жоқ, сен алдап келесің» деп шошып кетеді қарлығаш. «Ант етем, өтірік айтсам Алланың аспаны төбеме құлап түссің. Адамның қанынан тәттісі жоқ, тілімнен дәмі әлі кетер емес. Қане, тіліңді көрсетші». Ақмақ маса тілін шығара бергенде қарлығаш оның тілін көмейімен жұлып алыпты. Өтірік айтқанның тілі осылай кесіледі деп қарлығаш қуаныштан сайрап жіберген екен. Мұнан кейін ол өзге шабармандардың да алдынан шығыпты. Өзгелердің де жауабы масаның жауабындай боп шығады. Адамға жаны ашыған қарлығаш сонаның да, араның да, көк шыбынның да тілін суырып алыпты. Хабаршылар түгел жиналып болғанда Сүлеймен патша тағына келіп отырған екен. Ол алдымен масаға сұрақ қойыпты. «Ал, қане, кімнің қаны тәтті екен, соны айтшы». Маса тіл қатпақ екен. Біраз «взз» деп ызыңдағаннан басқаға шамасы келмепті. «Немене, маспысың? Тілің жоқ па өзіңнің? Түсіндіріп айтшы». Тілі жұлынған маса «взз» деуден аса алмаған екен.
Масадан мардымдын еш нәрсе шығара алмасын сезген патша әлгі сұраған араға да, сонаға да, көк шыбынға да қойыпты. Алайда біреуі вз, біреу ж, біреу жу деп төңіректі ызыңға толтырып жіберген екен. Бұларға не болған? Мына ызыңнан бірдеме ұққандарың бар ма сірә деп Сүлеймен патша ашу шақырады. Сол кезде қарлығаш топ алдына ұшып шығыпты да патшаның аяғына бас иіп былай депті: мен түсіндім ұлы патшам, бұлардың бәрі де бір ауыздан бақаның қаны тәтті деп тұр. Сүлеймен патша тағынан тұрыпты да жарлығын бекітіпті: айтқаның болсын, бақаны саған бұйырттым жыланеке. Хан тағының етегінде жатқан жылан ала сүріп жынданғаны сонша тіптен өз уына өзі шашалыпты. Қарлығаш алдап тұр, бұл жалған деп ызаланыпты жылан. Айтқаның болсын деп қайталапты Сүлеймен патша. Патша жарлығы екеу болмайды, бақа қаны бұйырды саған. Сонда айбарлы жылан қарлығашқа тап берген екен. Алайда қарлығаш қанат қағып үлгеріпті, тек жылан оның құйрығын тіліп өтіпті. Міне, қарлығаштың құйрығы содан айыр болған деседі ел аңызы, шырақтарым. Ал маса, сона, шыбын, араның аузынан адам қанының дәмі әлі кетпепті деседі аңыз. Сондықтан да адам сәл мызғып кетсе, әлгілер үйіріліп келіп шағып кетеді екен деп әжем ақ жарқын кейпімен күлді де мұрнымнан шертіп қойды. Енді түсіндің бе ботам? Содан бастап мен таңертең көз ашқаннан ел ұйқыға кеткенше қарлығаштың сайрауына сұқтанып, дос сезіммен қамқор боп жүретін болдым. Әжем айтқан аңыздың тағы бірі ойыма оралып отыр, бірақ оны кейінірек баяндармын. Момынқұл көкем атам мен әжемнің ең кенже баласы екен. Ұзын бойлы, сұлу, сымбатты, дөңгелек қара көзді, кертпе мұрындау, астыңғы еріне дүрдіктеу аққұба жігіт болатын. Әжеме өз ұлының осы дүрдек ерні мен кертпіш мұрны ұнамаушы еді. Жайшылықтың өзінде жаратпай қымсынып отырғаны. Тәңірдің мұнысына амал бар ма? Бір биеден ала да құла да туа береді деген осы да, әйтсе өзіме тартайын деп ақ тұр екен ғой, дейтін ол. Оның есесіне көкем әжемнің ең еркесі, ең сүйіктісі болатын. Кенженің аты Кенже ғой. Әжем оның көптеген қыңыр қышықтарын, бұрыс мінездерін кешіре беретін. Кейде сондай шалдуарлығына күйіп кетіп жазаламақ болғанда көкем іргедегі үйге зып беріп кетіп қалушы еді. Қайта келгенше әжемнің ашуынан жұрнақта қалмайтын. Әйтеуір көкеме келгенде әжемнің ұмытшақтығы да ұлғаяды. Қайта айналып соққанда көкемді еркелетіп отырғаны. Көкем әлденені бүлдіріп, көпек ернеу тайраңдап жүргенінің өзінде әжем басын шайқап тіл қатып отыра беретін. Ай тентегім, кімге ғана тарттың екен дейтін өзіне өзі. Әкең жуас ет, құдды нағашы көкеңе менің Серкебай ініме тартқансың ғой сен. Серкебайда төңірегін шаңдатпаса жүре алмайды. Әжемнің ашу одан әрі аспайтын. Мұнысы кейде ашудан гөрі сүйсінуге ұқсап тұрушы еді. Ерке баланың жөні бөлек қой шіркін. Анасының еркесі болғанға не жетсін. Жас кезінде көкем шынында да шектен шыққан ерке, қолдаяққа тұрмайтын мазасыз еді. Жаяу жүрсе екі иығын жұлып жеп, сермеген қолы айналасын адақтап жүретін. Атқа мінсе жау шапқандай құйындатып, ай шайға қарамай ой шұқырды елемей еліріп алатын. Атқа қарғып мініп, шауып келе жатқанда қарғып түсетін. Атқа да аяққа да батыр еді. Жаз айының мамыражай кеші еді. Алтын күн құлан тауына иек артып, төңірекпен қоштасқысы келмей қызара қиналып тұрғандай сезілді. Батыс жақ қарттанып күлгін шапаққа шомылып тұрған кез. Шақпақ жабағылы бұралдай жондарында сол шапақ бұлан қаққандай сезіледі. Алатаудың құзар басынан күннің соңғы сәулелері қуат алғандай көзді ұрады. Жайлаудың мамықтың баяу көмкеріп, даланың бояуын біресе қошқылдандырып, біресе бозғылдандырып жібереді. Ақ самал аңқып тұр. Ауыл іші азан-қазан. Әркім іңір қараңғылығы алдындағы қарбалас тірлігін тамамдауға тырманып жатқан кез. Әйелдер сиыр сауып болып, бұзауларын қазыққа байлап жатыр. Бір шетте қозы көгендеп жүргендері де көп. Беткейде үйір жылқы шүйгіннен бас көтермей жайылып жүр. Осы кеште жігіттер асау қуып, ала сарсаңға түсіп еді-ау. Құрық тимеген қу қашаған желмен жарысып жеткізбейді ақпағат. Ат құлағында ойнайтын айлакер жылқышы құрығын ептелеп соңынан қалар емес. Танауынан шыққан дем тас шырардай жүйткиді. Құрық тиер тиместе шұрқыраған дауысы жайлауды басына көтергендей еді. Жылқышы сонда да ізінен қалмай жүр. Құрық қашағанның жалына жақындамай жатып асау жалт береді.
Содан жігіттің екі аяғы ат бүйірін далақтай соғып қайтып қайырылғанша әлгі қашаған қара жердің апшысын қуырып құрықтан алыстап үлгереді. Ауыл адамдары мынау тосыннан басталған тамашаға түгелдей көз тігіп өздерінше дабырласып тұр. Арқасы қозып айқаймен айбат шегіп тұрғандары қаншама. Кейбіреудің иығы өз-өзінен құнжыңдап анау құрықшы жігіттің қимылын құптайды. Енді құтқармайды деп айқайлайды бірі. Солай енді құрық таста дейді екіншісі аулақтан ақыл беріп. Қап әттеген-ай, алданып қалдың-ау деп қорланып тұрғандар да бар. Япырай, жаз бойы жалын сипатпай әбден әккі болған екен, мына асау деп өкінеді тағы бірі. Қара тер боп ат үстінде әлгі шыққан құрықшыны құрдастары қарабақ тұрып мазақтайды. Оған жылқын емес сиыр ұстату керек қой дұрысы. Жігіт боп атқа мінген соң жүгенге елене алмаған масқара ғой. Өзіңнің шамаңды көрер ме еді? Одан қай бір ілгерілеп тұр едің сен? Осылайша ел дабырласып, екеу пікір таластырып тұрғанда жылқышы жігіт ат басын егеруге әлі келмей тұрып еді. Енді бері бұрылып келе жатты. Жейдесі терге малынып, желкесі төмен салынып, құйысқаны далақтап, құрығы босқа салақтап жиналған жұртқа ат басын тіреді. Демін әзер алып тұр. Астарындағы аты ақ көбік боп еліріп алған екен. Әлі біраз егеске шаман бар дегендей көздері ұшқын атып шатынайды. Осы кезде көкем жайдақ атқа қарғып мініп, қашағанның жолына кесе көлденең қарсы құйындата жөнелгені, төтелей тартып төтеп шауып барады. Ей, мынауың желіккен бе? Желгебе шыққан батырша жөн жосықсыз шаба жөнелген несі? Құрасауды құрықсыз ұстамақ па? Десті топ ішінен әлдекім. Өзгелері демін тартып тына қалғандай еді. Өйткені көкем оқыс қимыл жасады. Қашағанмен қатарласа беріп құйрығына жабысқан сол еді, жерге топ ете түсті. Көз тіккен жұрт шу ете қалды. Аттан құлап майып болды ма деген ой әркімді бір сіркеткізген еді. Жоқ, сөйтсем, көкем сол асаудың құйрығынан ұстаған күйі аяғы жерге тимей бүйірлей тартқылап барады екен. Мұнысы сілтеген тұяқты дарытпаудың амал екенін кейін білдім. Бөксесі бұраңдаған қашағанның екпіні мәсеңдеп осқырана ой қастап барады. Бір мезет асаудың сәл бұрылып шабысын кідіртуі мұң екен. Көкем қас қағымда ат арқасына мініп үлгерді. Сөйтті де жалға жабысып қыбырсыз жатып алды. Асау болса жайлау жазығын жалғыз иемденіп бет алды жөңкіле берді. Ақыр дәрмені кетіп, дәмсіз шабысқа шыдамады білем, әлгі асау айдалада қалт тұрып қалды. Көз тіккен жұрт қуаныштан ду ете түсті. Енді көкем асауды ырқына егеріп, жалынан қақпайлап бізге тақай берді. О, аруақ сақтай көр, тіл көзден аулақ әйтеуір, азамат деп осын айт. Деуға да құрықтастар құдірет иесі болар. Не де болса ептекен шіркін. Жұрт осылай желпінісіп тұрғанда асауды аяңға салып көкемде келді. Көкем мақтауды жек көрмейтін. Сол мақтауға ілігем деп ол от пен суға орынсыз қойып кетуден тайынбаушы еді. Ол мықтымын деп жүктің ауырын көтеретін, күреске де даяр тұрады. Жаяу жарыстан да қалған емес. Не керек, соның бірде-бірін берік тұтынып үддесінен шықпайтын. Осыған орай оның ел қойған аты да көп еді. Епті, алаңғасар, қара күш, таубұзар сияқты аттың талайы көкеме үйір болатын. Шынында да ол бапкері жоқ тұлпардай, байлаудағы сұңқардай өзіне өзі сыймай жүретін. Ат үстінде де, қара жаяу кезінде де қарап жүрген сәті жоқты. Қашанда ел көзіне түсіп, ерекше бір қырымен екшелене беретін. Осындай мазасыз мінезі оны талай-талай тасқа да соқтырды. Көкемнің көкпар десе арқасы қозып тұратын, және сол көкпардан бір жерін жараламай қайтқан кезі жоқ шығар. Бір рет бұғанасы шығып келді. Енді бірде аяғы сынып қайтты. Ал есінен танып, ел жігіттері көтеріп келгенде зәре құтымыз қалмаған кезі де болған. Бірақ басын көтерісімен сол аяғы аласапыран тірлігіне сүңгіп жүре беруші еді. Толға ғазабын тез ұмытқан әйел сияқты көкем көрген тауқыметін елеу дегенді білмейтін. Сақтанып жүру санасына кірген емес. Жан ауырып жамбасы төсекке тигенде кейде тістеніп жатып қатты ыңырситын. Сонда бәйік болған әжем шыргөбектеніп көзіне жас алатын. Сен тентек мені ажалымнан бұрын өлтіретін болдың ғой. Әр жарақатың мені жегідей жеп, белім бүкірейіп бара жатқанын аясаң етті тым болмаса. Қандай жын екен сендегі алып ұшып тұрған. Қайтейін шырағым аман бол әйтеуір. Сонан соң лезде ренішін ұмытып, әжем баяғы қамқор пейіліне көшуші еді. Қай жерің ауырат құлыным? Сусын берейін бе? Жастығың жайсыз емес пе? Расында да көкемнің әрбір аңғал қадамы әжемді қатты қайғыртатын. Ұлының қасынан бір елі кетпей, тілеуін тілеп қалтырап отырғаны.
Мұндайда өзге дүние түгілі біз сияқты немерелерді шет қалатын. Бар ықыласы көкеме ауып өзге дүниені көз келмеуші еді. Мұндайда біз әжемізді көкемізден қызғанып, кәдімгідей қынжылатынбыз. Әкем тулап тұрған жігітке байсалдылық қонар деп оқуға отырғызды. Алайда көкеме кітаптың да септігі тие қойған жоқ. Бұдан нәтиже шықпаған соң әкем оған қолөнер шеберлігін, зергерлік өнерін үйретуге кірісті. Үйде жүріп мұның да үдесінен шықпайтынын білген соң көкемнің нағашыларымызға әжемнің інісі қатал мінезді Серкебайдың қолына бермек боп шешіпті. Серкебай нағашымның сонда ауылға келгені әлі есімде. Ол кезде нағашым 60-қа таяған кісі еді. Бүкіл ауыл боп аяғынан тік тұрып қарсы алғаны бүгінгідей көз алдынан кетпейді. Сонау алыс көкжиектен қатар түзген 4-6 атты көрінгеннен-ақ ауыл адамдары күтіне бастаған. Алдыңғы жорға төбелдегісі Серкебай нағашым екенін бәріміз айнытпай таныдық. Ал желе жортқан үшеуі қасындағы қосшылары болса керек. Серкебай келе жатыр, Серкебай келе жатыр дегенде әжемнің қуанғаны сонша жас балаша елпектеп кетті. Киіздің жаңасын, көрпенің шәйісін, жастықтың жайлысын әзірлей бастап еді. Әкем мен көкем тысқа шығып, құрмет көрсеткен кейіппен қол қусырып тұрды. Бұл екеуін көргенде Серкебай нағашым үзеңгісін шіреніп, ат жүрісін аялдата бастады. Серіктері де тізгіндерін тартып баяу жүріске көшті. Үйге тақап келгенде әжем көкемді Серкебайдың атын ұстауға жұмсады. Көкем де ебелек қағып салам алейкумын жолай айтып ат шылауына жармасып жатыр. Алейкум сәлем деп Серкебай нағашым сәлемін алды да көкемнің иығына қолын салып аттан түсе бастады. Көкем сол сәтте нағашымның қолтығынан сүйей қойды. Сонан соң Серкебай нағашым алшаң басып менің әкеммен сәлемдесті. Серіктері де аттан түсіп жатыр еді. Әкем ауыл жігіттеріне әмір берді. Меймандардың атын ұстаңдар. Жігіттер жедел басып ат тізгініне жармаса беріп еді, Серкебай нағашым қамшысын көтеріп ақырып қалды. Маған көрсеткен құрметтерің аздай, несіне елпектейсіңдер деп тоқтатып тастады. Нағашыммен еріп келген жігіттерге осынау күрт мінез шалдың әдеті әбден күрт мінез болған ба, жылмиып қарасты. Неменеге мәз боп тұрсыңдар деп тағы да зекірді нағашым. Өзге ауыл болса өзіммен сендер түгілі еріп келген етіме де құрмет көрсет деп шіренер едім. Ал әпкемнің алдына келгенде бәрінде үйдегідей қызмет көрсетіңдер. Осынау ашуы адырайып тұрған қатал кістен жасқанып біздер жан-жаққа тығылып жатырмыз. Жабықтан сығалап бақылаймыз. Әкем меймандарды үйге бастап жүрді. Есіктен ең алдымен Серкебай нағашы бас сұқты. Әжем оны балаша аймалап еркелетіп жатыр. Осы кезде нағашымның атқосшы жігіттері ішке қоржын көтеріп кірді. Серкебай төрге жайғасып болған соң әжемнің қал-жайын сұрады. Аманбысыз әпке, ауру сырқаудан саумысыз, көңіліңіз жайлы ма? Құдайға шүкір шырағым, дейді әжемді елжіреп. Мұнан соң жаппай жай сұрасу басталды. Ел адамдарының есендігі, мал басының түгендігі сұралды. Бұл кезде қоржынның аузы сөгіліп, нағашымның әкелген сыйлықтары көріне бастады. Өрік мейіз, қан, шай, бауырсақтан басқа әжеме арналған көйлектік мата да шықты. Серкебай асыл киімдерді қонымды етіп сымбатты киініпті. Алдымен құндыз бөркі құлпырып көз тартады. Бөркін шешкенде көк тақыр етіп қырған басында оқалы барқыт тақиясы қалды. Бешпет сыртынан буған кемер белдігінің жалпақтығы кере қарыстай еді. Сабы күміспен көптелген қамшысын сәнмен қос бүктеп қасына қойыпты. Етсіз қыр мұрыны, қысыңқы өткір көзі ашық жүзін айбарландырып жібереді екен. Қияқта етіп бастырған мұртының ұшы екі езуін жиектеп көмкеріп тұр. Селдір ұзын сақал кеудесіне түседі. Ол аз сөйлеп, әр сөзін нығарлап, таптап қарсы отырған адамына қарай қамшысын немесе сұқ қолын нұқып сесті айтады екен. Нағашым ешкімді бет қаратпайтын, айналасын айбармен меңдеп алған өр көкіректеу көрінді. Өз қатарларының өзін менсінбейтін кісі біз сияқты бала-шағаға көз қиығында салған жоқ. Бір кештің ішінде Серкебай талай рет көкемді де, қасына еріп келген жігіттерді де қыжғыртып алды. Туа біткен мінезі ме, әлде көңілінің хошы жоқ па, әйтеуір бұл кездесуінде нағашым нақ бір ескі дәуірдің қатал әміршілерінде елестейді. Әжем бізге өрік мейіз үлестіріп берді. Аузымыз тоңпаңдап бәріміз мәз болып жүрміз. Мал сойылып, ошақта от маздады. Жұрт күндегісінен көтеріңкі көңілде болатын. Бәрде абыр-сабыр асығыс үстінде. Біз одан бетер мәзбіз. Желідегі аттардың ер әбзеліне сүйсіне қарап қызығамыз. Күміспен көмкерілген құйысқан еріксіз көз тартады. Қонақтар көп жатпады. Ертеңіне жолға жинала бастады.
көкемді әкетуге арнайы келген екен. Көкем бұрынғыдай емес, тіптен жуасып қалыпты. Айналсоқтап әкеме жалтақ-жалтақ қарайды. Серкебай нағашым өзі атқа нығарланып отырып алған соң баяғы әмірлі үніне көшті. Тіптен қатуланып алған. Көкемді қамшымен 2-3 рет салып қалды да ақырып жіберді. Жаман күшке неменеге жалтақтап тұрсың? Ұзатылатын қыздай сызыла қалыпты ғой қызталақ. Мен саған әлі көрсетермін. Ауылға барған соң 2 аяғыңды бір етікке тықпасам ба? Сөйтті де әжем жаққа алара көз тастап тістене сөйледі. Балаңның сүйегі ғана сенікі әжеке. Қалғанын өзіме жіберіңіз бұл тентектің. Көкем әжем жаққа соңғы рет жалынышпен қарап еді, әжемде шыдай алмай даусы дірілдеп кетті. Қайдан білейін шырағым, сүйек өзіңдікі ой әйтеуір. Адам етсең болғаны да. Серкебай үзеңгіге шіреніп тұрып бізбен қоштасты да ат басын ауылына бұрды. Соңынан ат үстінде иығы салбырап еріксіз адамдай көкем еріп бара жатты. Бұрынғы өжеттігінен, қайсарлығынан, жігерінен жұрнақта қалмағанына бәріміз де таңдандық. Жатқолға түскендей жабығып кете берді. Әжем соңдардан ұзақ қарап тұрды да жанарына үйірілген жасты жаулығымен сүртті. Тәңірім жолыңды оң қара көрсін құлыным, деді ол ұлына арнаған тілеуін болар-болмас күбірлеп. Бір ай өтпей жатып әжем көкемді сағына бастады. Жатса тұрса атын атап отыратынды шығарды. Ақыры 3 айдың жүзі толар-толмаста әжем көкемнің соңынан іздеп төркініне аттанды. Баласының қасында 1 аптадай болып мауқын басқан соң оралды. Алайда үйге келген соң қайта сағынып, ахлеп-үхлеп әкеме әр жайды айта беретінді шығарды. Шырағым арып, құр сүйегі сорайып қалыпты. Серкебай оны ертелі-кеш кітап оқудан бас алдырмайды екен. Бүйте берсе жас баланың қу сүйегі қалады ғой. Әжемнің айтуынша Серкебай көкемді матап ұстайтын көрінеді. Әр қадамы санаулы екен. Содан бір елі ауытқуға көкемнің еркі де жоқ, шамасы да жоқ болса керек. Мен көкемдер ауылдан аттанарда Серкебай нағашым еліне барған соң шынында да көкемнің 2 аяғын бір етікке тығып қояды деп қиналған едім. Сөйтсем, онысы қатал тәртіпте ұстаймын деген екен ғой. Көкеме ұзын ақ шапан кигізіп, басына сәлде оратып оқуға үңілдіріп қойыпты. Серкебайдың үйіне кіргенімде сол еді, дейтін әжем. Қарасам, бір бұрышта ақ шапан, ақ сәлделі жас ғұлама заулатып Құран оқып отырғанын көрдім. Аңғарып қарасам, өзімнің момынқұл құлыным екен. Өз көзіме сенбей аңырап тұрып қалдым. Енді бір барғанында әжем көкемді ауылға біраз күнге алып кетейін деп Серкебайдан өтінген екен, нағашым тыйып тастапты. Бұл баланы қолыңа адам етіп берем әпке, ал адам болмаса ет аяқ тазалайтын құл етіп қоям. Әжем қанша жалынса да Серкебай айтқаннан қайтпайды. 2 жыл өткен соң ғана көкем ауылға оралды. Үстінде ақ шапан, басында сәлде. Аздап едірейген тікенек мұрт қойыпты. Ауыл адамдар жас жігіттің мысық мұртына сол күн-ақ күлген. Ертеңін-ақ көкем сәлдені тастап, бұрынғы түлкі тымағын киіп еді, кәдуілгі өзімізге үйреншікті қалпына келді. Содан бастап көкемді ауылдағы 2-ші көзі ашық білімдар адам санайтын болды. Әжем өзінің кейбір көңілсіз сәттерінде бізді қасына отырғызып алып, аңыз ертегілер айтушы еді. Бәлкім, осындай әңгімемен көңіліндегі көмескі, көлеңкелі сәттерді қуатын шығар. Балаларым, құлақ салыңдар деп бастайтын әжем. Бұл Тәңірінің жер бетінде тірлік орнатқаннан кейін болыпты. Ол кезде жаратушы адамзатты жарылқап, топан суынан да сақтаған екен дейтін әжем. Адамдар Тәңір жарылқасын деген сөзді алғыс айтуды білмесе керек, күннің жылуын, самалдың шипасын, айдың ақ сәулесін, жер жемісінің керегінше пайдаланғанымен бірде-бір іш жылытар ықыласты сөз айтпапты. Сондықтан қажыған күн Алла тағалаға арыз айтыпты. О жаратқан ием, дамылдауды білмей, сабырлауды білмей, ұйқы көрмей, күлкі көрмей тірлік үшін қызмет етем. Дүниенің түпкір-түпкіріндегі кеудесінде жаны бардың бәрін шуағымен қыздырам. Бір тал шөбінен бастап жер бетін бәріне шұғыла төгем. Таң сәріден арай шашып, ғаламды түнектен арылтам. Бәріне нұр беремін. Жарқырап көрінгенімде тірліктің бәр жадырайды. Күледі, қуанады, жұбанады. Суықтан тоңғандар жылынады. Жауыннан мас болғандар денесін құрғатады. Ал өзің өмір берген дүние бой жазып керіліп, сәулеге көміліп, гүл шашағы өріліп, мамыражай күйген еді. Мен түнмен түнек сияқты дүниеге ауыр зіл, қоңырқай тұр әкелмейм. Мен өзіммен бірге күлкімен қуаныш әкелем. Мен барда қар еріп, сай-сала сылдыраған бұлаққа толады. Мен барда бұтаққа бұлбұл қонады. Бірақ
осыншама баға жетпес еңбегімді елеп бірде-бір тірлік иесі алғыс айтқан емес. Мұндай әділетсіздікке шыдар шама қалған жоқ. О Тәңірім, сондықтан мені бұл азабыңнан босат, тыным бер, аздап тынығайын. Бара бер, баяғы қызметіңнен танба, депті Алла тағала күнге. Мен сенің баға жетпес еңбегінің алғысын немен өтеуді ойланайын. Күн өткен соң Алланың алдына ай келіпті. Жадырай күліп, жарқын сөйлепті. О тірліктің тірегі, бар әлемнің жүрегі жаратушы ем, өзіңе тілекпен келіп тұрмын. Неден тарықтың, неден түңілдің, түн еркесі алтынай. Айналайын Тәңірім, сен маған көмескі нұр беріпсің, суық сәуле сыйлапсың. Күн көзі жұмылған соң зіл қараңғы түннің бір тұңғиығын жарық етем деп мен келем. Қара аспанның қақ төрінде тұрып, төңіректі мамыр сәулеге бөлейм. Адасқанға нысана болам. Бетімнен сәукелемді бірте-бірте ысырып, күн санауға, апта мен ай санауға көмектесем. Ал жүзім толған күні аспанның ақ еркесіндей ашық кейіппен күлгенімде, торғын сәулеме тояттамай, бар әлем үнсіз рахатқа батады. Ай сәулесі түнгі ұйқыны күзетіп, бақытқа бөлейді. Мен болсам, күн сияқты шақырайып жалынымен қарамайм. Менің нұрым жұмсақ, сәулем саумалдай татымды. Тіптен күндіздің өзінде дамыл көрмей, күн соңынан ілесіп жер бетіне қараумен болам. Бірақ менің бұл қимас қылығымды адамдар байқамайды. Өйткені күннің шақырайған сәулесі менің ұлпан нұрымды тұншықтырып тастайды. Осы уақытқа дейін менің ұзақ жылғы адал да айнымас, жайлы да жағымды еңбегімді бағалап, бір тірі жан алғыс айтқан емес. Қайта адамдар жүзіндегі дағын, маңдайындағы әжімін менен көріп, ай бетіне шұбарланып бітіпсің ғой деп бір-бірін келемеждейді. Ал әбден толысқан шағымда ең сүйкімді болармын деп дәмеленсем, депті. Сөйтіп қайтадан жарлық береді. Күн мен ай, жел мен су баядай қызмет етсін. Сендерді тірлікке тірек болсын деп жаратқам әуелі. Содан танбаңдар, депті. Бұған қатты ашуланған күн өзінің сәулесімен жарғанаттың көзін ағызып жіберіпті. Енді көзіме түссең, күл етіп күйдіріп жіберем, депті күн. Жел бұрқана долданып, маған тап болсаң, пәрші-пәршаңды шығарып жүнше түтермін, дейді. Мен сені тұншықтырып өлтірем, депті су. Ал ай өзінің жарқын күлкісін төккен күйі үнсіз қалған екен. Енді қайттым мен сорлы, жазығым жоқ бейшара едім ғой. Өзім үшін емес, бүкіл тіршілік үшін тілек білдірмедім бе Тәңірім, деп зарлапты жарғанат. Сонда жаратушының жарғанатқа жаны ашып жарлық беріпті. Күн көкжиектен көрінбей көз байлана бастағанда, айдың жүзі әлі де шыға қоймаған сәтте, жел тынып, жекен жапырағы ұйыған сәтте ұшып шығасың. Ал күндіз күн көзінен жасырынып, қуыс-қуыс жырада, тас түнек сынада, үйдің жарегінде жатасың. Аштан өлмесі үшін қос емшек берем. Бірінде сүт, бірінде су болады. Осылай тірлік етесің енді. Содан бастап жасқаншақ адам күн мен айды, су мен желді сыйлайтын болған деседі. Төртеуіне табынатын болған деседі. Жарғанат болса, адамның абыржып үрейі қалмағанын көрген үшін адам атаулыдан талай-талай қорлық көретін болыпты. Адам да жарғанаттан жасқанып, қорғанып жүретінді шығарыпты. Міне балаларым, жақсылыққа жамандықпен жауап бермеңдер, жақсылықтың өтеуі де жақсылық болсын. Біз осылай үлкендерден ғибрат алып өсіп едік, ал үлкендердің әр өсиеті өнер мен өнегенің ең шыңы ғой. Ауылда бас қосып, байыпты әңгіме айтар кештер көп болушы еді. Мал өрістен қайтқан соң, ымырт үйірілгенше бір төбенің басына шығып алып үлкендер шүйіркелесер еді. Ел жаңалығы, күнделікті тірлік қамы, ертеңгі күннің еншісі бәрі осы бас қосуда ортаға салынатын. Егер әңгіме арқауы ұзаққа созылмаса, қариялар балуан күрес, жаяу жарыс, тартыспақ сияқты ойындар ұйымдастырып, қызығына мәз болып отыратын еді. Қараңғы қоюланып, көз байланарда бәрі үйді-үйіне тарасатын. Кейде ел ішіне ақын келіп қонатын еді. Бұл ең бір сәтті күн, ең тәтті күн болатын. Барша жұрт ақын түскен үйге жиналып, ен тіресіп тұратын. Үйге сыймағандары жабықтан сығалап, ал кейбіреуі ақынның үнін алыстан естігеніне риза болатын. Көкем келгелі ел адамдары әжемнің отауына жиналатын. Көкем әндетіп отырып, халық жырларын, қиссаларды оқитын еді. Өзгелері ентелей түсіп, ұйып-мүлгіп, теңселе толқып тыңдайтын. Осылай көкем жарықтық өле-өлгенше ел ішінің ең қалаулы жыршысындай өтіп еді-ау.
Қисалардың маржандай тізілген таза тілі, оралымды ойы, қиял жетпес теңеулері, ертіп отыратын екпіні, ұйытып тастайтын ұйқасы тыңдаушының жан сарайын жарқыратып жібергендей сезілетін. Мен осынау халық қазыналарын алғаш рет ақындардан, көкем сияқты көзі ашық білімділерден сіңіргем. Солардан дәм татып, солардан сусындағам. Көкемді көрші ауылдар қолқалап шақырып әкетіп, түнімен жыр оқытатын. Көкемне мұндай кештерден бас тартып көрген емес. Көкеме жыр құмар жанның бәрі, қисаның қай жерін жаттап алғысы келген ынтызарлар, жұрт отырған жерде бір жырдың кей шумақтарын жырымдап айтса да, біледі екен деген атқа ие болу үшін қызыққандар да келетін. Көкем болса, ерінбей жалықпай, әр толғауды бір айтып еске түсіретін. Шынында да, өздері қара танымайтын жыр құмарлардың кейбіреуі келесі бір кеште өзінше жыр соғатын. Сондықтан ондай кісілердің көбі көкемді ұстазым десетін. Серкебай нағашым көкемнің дін жолына түспей, сәлдесін алып тастап ойын сауық, ән жыр қуып кеткеніне талай рет ренжіді. Ауылдың жын шайтандарының бәрін төңірегіне жинап алып, албасты ма сені дейтін. Онан да ата-бабаларының аруағы риза болсын деп Құран оқып тұрмайсың ба? Деп ешкіше маңырап отырғаннан қашан арылмақсың түге деп көкемні мазақтағаны да бар. Құранды жұма сайын оқимын ғой нағашы деп көкем ақталмақ еді, ана кісі бұрынғысынан бетер ашуланды. Тфу, антұрған неме, бір жұмада бір-ақ рет Құран оқығаныңды да міндетсінесің-ау, осы сен шіркін. Күніне неше рет оқысаң да аруақтардың парызын өтей алмайтыныңды ұмыттың ба? Сонан соң нағашым өзінің бауырларының ынжығы екенін, бүкіл ел намысы, ел ары өзінің мойында екенін, ауылдың атын шығарам деп жүріп Құранға құлап отыруға мұршасы да, уақыты да жетпейтінін айтып ренжіді. Көкемді оқытқанда арнаулы ғұлама шығар, Құранды соның қолына берермін деп үміттенгенін айтты. Енді сол үмітінің ақталмай, шәкіртінің селкілдек шегірткеге ұқсап кеткеніне өкінетінін білдірді. Байқасам, нағашымның өзі де Құранға құлшылық етіп отыруға мойны жар бермейді екен ғой. Жасынан дін құрметіне иланып, дін жолына беріліп өскен соң, енді аруақтар алдындағы парызынан қорқып, ақыреттің тауқыметінен тайсалып, көкем арқылы күнәсін жумақ екен. Бір қызығы, нағашым ұрысқанда көкем шынымен-ақ кінәлі адамдай мойнын салбыратып, үнсіз отырып алатын. Мұнысы қатал мінез Серкебайдың көңілін басу ғана еді. Нағашым ауылына аттанысымен көкем ескі әдетінше жыр айтып, қиса оқып, өз қызығына түсіп кеткен. Есейгенде көкем елді шулатып жүріп 3 рет үйленді. Үшеуінде де дау жанжал, ұрыс керіс, айтыс тартыссыз тынған емес. Ат шапан айып төлеп, құдалардың алдына жығылып жатып, ел ақсақалдары әрең дегенде бітістіруші еді. Жас күніндегі ұрыс десе ұмтылып тұратын ұрма мінезі, жанжал десе жанып кететін жарғашақ қылығы кейін осылай тынған болатын. Әкемнің үлкен ағасы Төлебай атам ұзын бойлы, кең жауырынды, тәмпіш мұрын шал еді. Ағара бастаған шоқша сақалын тараштап тұйық отыратын, қолынан ұзын таяғы түспейтін. Үйде байыздап отыру әдетінде жоқ еді. Базарға да шықпайтын. Малмен бірге өріп, өрістен малмен бірге қайтатын әдеті болатын. Отар соңынан қалып қойған қозы-лақты жинастырып жүргені, ішім жемі орталау, көп балалы кісі еді. Осылай баяу тірлікпен ілбіп жүріп, сол атам бір күнде дүние салды. Ізінше 3-4 жылдың ішінде балаларының көбі өліп, жалғыз ғана Құрманкүл атты қызы қалған болатын. Оның менен 3-4 жас үлкендігі бар. Ал үлкен әпкем Үбішті мен еміс-еміс қана білем. Әкемнің айтуынша, ол ерте хат танып кітап оқыпты. Жазуда қолынан келеді екен. Біздің аймақта алғашқы қара танып хат жазуға қолы жеткен қыз сол әпкемнің жалғыз өзі көрінеді. Әпкемді Байтана руынан Рысқұлбек Омаров дегенге бесік керті етіп атастырған екен. Ол сауатсыз, салауаты аздау болып өсіпті. Қыз бой түзеп ел көзіне көріне бастағанда жұрт ішінен қайран ақтотыдай сайрап тұрған қыз аузын ашпас білімсізге қор бола ма деген сыбыстар көбейген екен. Әкем бата бұзбаймын, серттен кетпеймін, бұйрықтан аса алмаймын, арыма таңба түсірмеймін деп 1912-13 жылдары әпкемді ұзатқан екен. Неден екені белгісіз, әйтеуір 10 кем ұзатылып барған соң 1 жылға жетпей дүние салды. Ел бұған қатты қайғырды. Әкем өмір бойы қызының мезгілсіз өліміне күйініп жүруші еді. Бәлкім өзі өкініш өртін тұтатқанын сезген шығар.
осы өкініш оның өзге қыздарына деген көзқарасын, тіптен бүкіл әйел қауымына деген ұғымын өзгертіп жіберіпті. Үнемі қамқорлықпен қараушы еді. Ауыл жатаған кесек үйлерде қыстап шығатын да көктемде алыс жайлауға қоныс тебеді. Шабындық пен егіндікті ат тұяғы шиырламасын деп, содан күз түскенше мал біткенді жайлаудың бір танабынан екінші танабына кешіріп жүретін еді. Ауыл адамдары егінді аз егетін, ағаш соқамен аздаған жерді атыздап жыртып, дән сепсе болды деп жүре беретін. Тек күзде ғана егін оруға оралады. Егінді қол орақпен орып, ат тұяғымен бастырушы едік. Мұндайда әсіресе ат тізбегін шыргөбелек қуалап, айқай шуға қарық боп қалатын да балалар, жұрттан көңілді жүретін де балалар. Ақыры тамағымыз қарлығып, әбден шаршағанымызда айдауға түскен малдарды еркіне жібереміз. Сонан соң үлкендер сабанын екшеп, дән суаратын еді. Жел тұрғызу үшін бар бала жиылып ысқыратынбыз. Жел шақырғанға келет деген сөзді онда жиі еститінбіз. Астық суарып, ақ сабанынан тазалаған соң қалбырға салып елейтін. Онан соң барып бала біткен дәннің ірі тасын терушек. Үлкендер астықты тақиядай етіп үйетін де шынтақпен өлшейтін. Сол арқылы қанша батпан өнім алғанын есептеп шығарады. Ауылдың ақсақалы қызыл қырманға келіп, үйілген дәннің жанына тізерлеп отыратын еді. Береке сұрап, молшылық тілеп, ырыс дәметіп, алақан жайып, ақ тілеу арнайтын. Дәннің алдын қапқа, сонан кейін ғана көсеп алатын. Диқан бабаның берген ризығынан әркім нысабына қарай қаптап дорбалап алатын. Ешкім де бір-бірінің қолын қақпайтын мұндайда. Өйткені егін жинап бастыру, дән тазалап екшеу сияқты бар тірлік ортақ күшпен, асармен біткен соң жемісі де ортақ деп білетін олар. Бала кезімде егіншінің осындай әдемі дәстүрін көріп едім. Кейін орыс диқаншылармен іргелес қонып, отырықшылыққа үйрене бастаған ауыл адамдары бірте-бірте жерді сапалы жыртуды, егінді бабымен егуді үйрене бастады. Аттың жалын қамыт қажап, ат сауырын қайыс соққылағанның несі жақсы дейтін қазақтар. Жерден алған жемістің дәмін түсіне берді. Сонан соң орыстармен ортақтасып, егін салуды әдетіне айналдырды. Ал тақыр кедейлер байлардан күш көлік, киім-кешек, тамақ алып дән сепсе, өз жерінің өніміне өзі қожа бола алмай, түсімнің 1/4 ғана иемденіп жүрді. Көшпелі тірліктің көлемі тарылып, ауқымы азая бастаған сайын егіншілік ұлғая берді. Малды ауыл қыс бойы Қаратаудың ар жағын жайлап, ерте көктемде елге оралатын еді. Сөйтіп кедейлерге қос беретінді шығарды. Біздің Үсен әулетінен Ниязбайдың тұқымдары жарлыларға қос беріп ақ табысқа белшесіне батып жүрді. Біздің үй қосқа жалдануды білмейтін, өзінің шағын тіршілігін күйттеп, қысы-жазы елден ұзай қоймайтын. Оның есесіне Үсеннің бір бұтағы баймен мен Тойтабайдан тарағандар коллективтендіру кезеңіне дейін жалшылықтан арылып көрген емес. Жұбыны шаруасымен жұрт қатары тірлік ететін үсендіктер байлығы тасыған Нияз ұрпағына қарағанда өздерін бір-біріне жақындау сезінетін. Кейін жұтқа ұрынып жұтып қалған Нияз ұрпағының жарымы әлгі қарабайыр ағайындарының қатарына қосылып жатты. Менің әкем үлкен үйдің есі есебінде үсендіктердің ішіндегі құрметтісі саналатын. Диқан ауылы әкемді мүлтіксіз тыңдап, оған арқа сүйіп отырушы еді. Нияз ұрпағының екінші жартысы 1925 жылдары бір тойдың жанжалына килігіп, мал-мүліктен жұтады да біздің диқаншыларға қосылған болатын. Соғыс деген сөзді қашан естігенім жадымда жоқ. 1916 жылдың оқиғаларын дәлме-дәл елестете алмаймын. Әйтеуір әйелдердің жас төккені, ерлердің үрейлі жүзі, күннің тұтылғаны көз алдымда. Елге келген жолаушылар жұмысшылар алып жатыр, жұмысшы қол керек екен, ор қазуға жұмсайтын көрінеді, жер қаздырады деген суық хабарларды қаптатып жіберген. Әлі ауылдан ешкімді шақыртпаса да, әлгі хабарлардың өзі-ақ көзге жас, көңілге қайға келе бастаған еді. Күні бұрын күңіреніп зар елегендер де табылды. Енді қайтем қарағым-ау, соғысқа сені де шақыртар күн жеткені ме шынымен? Жарығым-ау, қандай амал табайын деп еңіреген аналардың көз жасын көргенде, жас жігіттер абыржып, еркінен айырылып қалғандай болушы еді. Күңіренген ауылда күй болар ма? Бұрынғы ән жыр төгілетін көмейлерден зар шертілсе, ауылда не сән болар? Күндіз-түні қабақтары ашылмай, мойындарына бұршақ салып тілеу тілеген әжелер, бебеу қаққан аналар, мұңайған жас келіншектер бар тірлікті ұмытқаны сонша, мал-мүлік тұрмақ, біз сияқты бала-шағаларды назардан тыс қалып қойған едік. Амал таппай бастарын тау-тасқа ұрған ерлер алдымен көз көрмес жаққа көшпек болды.
Онан соң әскерге адам жинаушылармен белдесіп ұрыспаққа бекінді. Одан болмаған соң жас жігіттерді жекжат жұраттарына, туған туыстарына, нағашыларына жедел жөнелтіп жатты. Бұл аласапыран бірнеше күнге созылды. Үлкендер әлдеқайда бір жиынға барып суық хабармен оралып жүрді. Ақыры әйелдер көз жасын тыйып, белдерін бекем буып, үй басынан қаржы жинай бастады. Шөп тартып жігіттердің бағын сынауды шығарды. Сонан соң шөп түскен жігіттерді ауыл боп улап-шулап станцияға аттандастыратын. Кешке қарай әлгі әскерге алынғандар қайтып оралады. Еріп барған ел жақсылары жастарды бастықтан құн төлеп алып қалдық дейтін. Қайтадан түңлік басы әскерге берер адам іздеуге көшкенде ауылдан 10 жігіттің орнына жалғыз басты Қожамқұл жарлыны ғана бодау ететін. Оған жылы киім кигізіп, үй басы қаржы жинап, көп болып станцияға дейін шығарысады. Тап сол күні кешке күн тұтылып, батыс жақ үрейлі күлгін түске малынып еді. Күн күйді десіп, жамандыққа жорып зарлаған әйелдердің үні құйқа тамырыңды шымырлатады. Ақыр заман келді десіп, ел қорқынышпен күбірлеседі. Бір шеттен молда шығып азан шақыра бастады. Аллаху акбар деп күңірентіп ала жөнелді. Азан уақытында жұрттың бәрі сіледей тынып, іштей дұға қайырып отырды. Әкем мен көкем Қожамқұлды аттандырып салушылармен бірге кетті. Мен әлдебір беймәлім кесапаттың келгенін жүрегіммен сезгендей шошынып әжемнің етегінен жармасып алдым. Бисмилля де дейді әжем менің сұп-сұр өңіме үңіліп. Жұрт ес жиып өзді-өздеріне келгенше күн бетіндегі қарада қайтып та қалған еді. Мұны көргенде бәрі шу ете түсті. Құдай тәңірім, жар бола көр. Әйелдер енді қуаныштан жылап жүр. Бәрі молдаға табынып, ақыр заманын алып қалған нақ бір соның өзіндей тағзым етіп жатыр. Әркім атаған құдайларын сый-сияпатында молдаға төге бастады. Сол кештен бастап ел бір апта бойы құрбандық шалып, құдайы таратумен болды. Үлкендер құдайың қабыл болсын деп дәмді етке кекіре тойып жүрді. Біз болсақ солардың сарқытына мәз боп кешегі үрейлі күнді ұмытып та кетіп едік. Ел жадырап еркін тірлігіне қайта ауысты. Бірнеше айдан соң Қожамқұлдан хат алдық. Өлеңмен жазылған екен. Қожамқұл алыста жүріп ауылда аңсағанын, жат жерде жалғыздық шеккенін, көңілі қайғыға, көкірегі шерге толы екенін, туған туыстарының жүзін көруге зар болып жабығып жүргенін жырмен шағынып айтыпты. Ауыл адамдары бас қосқан жерде сол хатты оқып көздеріне жас алысатын. Әркім жаттап алып елден елге таратып жіберген еді. Мен әлі күнге дейін Қожамқұлдың сол хатынан кейбір жыр жолдарын ұмытқам жоқ. Кір жуып кіндік кескен жер аман бол, шортандай жүзген айдың гүл аман бол, бір басы ер жігіттің не көрмейді, келгенше біздің қайтып ел аман бол, не келіп не кетпейді ер басына, ермейді ер жігіттің ел қасына, келеріміз 4-5 айда елге қайтып, аз уақыт ойнап жүріп ор басында. Қожамқұл хат танымайтын, оның үстіне жыр шығарып көрген емес. Шамасы окопта жатқан қазақтар елін сағынғанда елі жүріп отырып бірігіп өлең жазса керек. Жазу білетін біреуі қалаған кісінің бәріне көшіріп берген сияқты. Ел сүйген азаматтарының осы бір шынайы жыры бала күнімнен жүрегімде қалып қойыпты. Бүкіл ауыл болып Қожамқұлға қаржы жіберіп тұрды. Айтқандай-ақ бір жылдан соң ол елге аман-есен оралып, баршамызды қуантқаны бар. Әр үй кезекке тұрып, Қожамқұлды таласа қонақ ететін болды. Жаз бойы біздің ауылда сыйлы адам болып жүрді де, кейін сый-сияпат жиып алып, өзінің қара жұмыста бірге болған тағдырлас жолдастарының еліне аттанып кетіп, содан қайтып оралған жоқ. Алғашқы империалистік соғыс жайлы менің есімде қалғаны осы еді. Ел жаманшылық жылы немесе жылан жылы, ашаршылық жылы деп атаған сонау 17-18 жылдардың ауыртпалығы есімде қалып қойыпты. 2 жыл қатарынан біздің жақта құрғақшылық болып жерден дән өнбеді. Көктемнің өзінде-ақ көгеріс шөп қурап, айнала сартап болып сазара бастаған еді. Малдың аузына қорек ілінбей сардаланы кезіп жүрді. Оның үстіне қыста құтырынып келіп еді. Қолда қоры жоқ кісіден не шара болсын, қыстың алғашқы күнінен-ақ мал бейшара жаппай қырылды. Қора іші өлексе сасып қаңси берді. Қорадан мал, қолдан амал кеткен. Адамдар шамасыз шарасыз қайғыға түсті. Осылайша олар келесі көктемді құр алақан жайып қарсы алды. Біздің малдан небәрі 3 ешкі аман еді. Жуанның созылып, жіңішкенің үзілер шағы түскенде сол 3 ешкінің шандырын тартқылап амалдадық. Аз ғана сүтке су қосып, ағарған атын көбейткен боламыз. Шалап болса да талшығымызға жарайтын сол еді. Кейде әкем үй мүліктеріне айырбастап бірер қадақ ұн әкелсе, бұламық көже ішіп көтеріліп қаламыз.
Сол жылы көктемде Бурное станциясына шойын жол тартылды да бұл жер сауда-саттықтың қызу орталығына айналды. Әкем жарты пұт ұн, бірнеше қадақ құмшекер тапқан еді. Станциядан жатақ үй қарастырды да көкем мен әжемді сонда орналастырды. Сөйтіп әлгі ұн мен шекерді әжем мен көкем базарға сатып азын-аулақ пайда түсірмек. Әжем мені өзімен бірге ала келді. Еңселі үйлерді, ығы-жығы көшені, сапырылысқан сан халықты, ауқымды құрылысты алғаш көргенім осы еді. Бұрын есектің ақырғаннан күшті дауыс жоқ деп жүруші едім, сөйтсем паровоздың жай ысқырығының өзі құлағыңды бітеп жіберердей ащы келеді екен. Бір күнде көрген жаңалығым мен әртүрлі әсерден қатты шаршаппын. Ауыл мен станция арасы 4 шақырымдай еді. Мені шаршатқан жолдан бұрын жолай көрген қызықтарым сияқты. Әкем бізді әкеп салды да қайтып кетті. Әжем болса бірден өз тірлігін қамдастыра бастады. Мені төсекке жатқызған соң өзі ұн мен құмшекерді араластырып жент жасай бастады. Әжемнің қимылына көз салып жатып ұйықтап кетіппін. Таңертең әкем келіпті. Көзімді ашсам, үйдегілердің бәрінің жүзі қуарып отыр екен. Үрейленіп сыбырласады. Еш нәрседен бейхабар жатқанмен не болды деп ұшып тұрыппын. Алайда әжем басымнан сипады да ұйықтай бер құлыным деп сыбырлады. Үй іші дымқыл тартып күңгірттенеді. Төбеден тамшы ағып тұр. Түнде нөсер жауын жауған еді. Жоқ аға, деді аз үнсіздіктен кейін әкем. Жиналыңыз, ауылға қайтамыз. Тәуекел дейтін түкте қалған жоқ. Көк піскенше амалдап күн көрерміз. Мен өзім қала берейінші, деді көкем. Әкем ашулана тіл қатты. Саған сенген тәуекелің бар болсын. Тез арада жиналып та үлгердік. Төртеуміз тысқа шықтық. Көрші үйдің алдында неге екені белгісіз жұрт топталып тұр. Біз жылдамдатып өте шықтық. Жолай әжемнен ұққаным, көрші үйде бір жапырақ нан үшін адамды тамақтап өлтіріп кетіпті. Енді көкем үйде бадырайып отыра алмайтын болды. Жаяулатып Қаратау жақтағы әпкелеріне тартып кетеді. Мінер көлік жоқ. Алайда ол жақтан көкем құр қол салбырап қайтып кеп тұрғаны. Ауылымыздың екінші қапталынан Ташкент, Пішпек, Фрунзе тас жолы өтуші еді. Біз оны қара жол деп атайтынбыз. Мыңбұлақтың бір көзі Көлбостауда почта станциясы болатын. Көкем сонда барып ат айдаушы болып орналасты. Әжем көкеммен бірге сол бекетке кетті. Үйде қалғандарымыз ақ шалап пен бұламықты қанаға тұтып отыра бердік. Бір күні әжем жолаушылап барып, көгеріп кеткен 2 қап бидай әкелді. Сол бидайды қайнаған сумен жуып, кептіріп, шетінен қуырып жеп қаужалақтап қалдық. Біраз уақыттан соң күн жылынып, жер кебе бастады. Әкем ары-бері шапқылап жүріп, өлмес ауқат тауып жүр. Бір күні ол бірнеше қадақ құмшекер, жарты пұт ұн және бір түйір шай әкелді. Мұны советтік азық-түлік комитеті көмекке беріпті. Сүт көже жасап, аздан тойынып қалдық. Күн көзі әбден жылынған соң әкем мені ертіп бекетке әжем әкелді. Әжем қатты сағынған екен. Бізді көргенде көзіне жас алып босап кетті. Бәрімізде жүздесіп жадырап отырмыз. Әкелген шай қантымызды, ұн мен жармамызды бердік. Көкем жолға шығып кетіпті. Барлық ат айдаушылар ұзын сарайға ұқсас жатақта тұрады екен. Жағдайлары мәз емес. Біз көкемнің келуін күттік. Көкемнің қуанышында шек жоқ еді. Мені аймалап сүйіп, аспанға көтеріп, әпкелерімнің хал жайын сұрап жатыр. Біраз шүйіркелесіп отырған соң әкем мен көкем станция бастығына кетті. Бір жолай есеп айырысып, жұмыстан босап қайтып келді. Көп аялдамай төртеуміз ауылға қуанып қайтып едік. Әжем ат айдаушылардың әйелдерімен, бала шағаларымен көңілді қоштасты. Құдайға шүкір, немерем келіп ертіп барады. Тәңірім бұл қуанышқа да жеткізді. Сендер де жақсылыққа жетіңдер, деді әжем жолға шығар алдында. Жолай әжемнің досы Иманқұлдың үйіне аялдадық. Әйелі бізді айранмен сусындатып, барын алдымызға тосты. Жолға шығарда Иманқұл бұзаулы кер сиырды алдымызға көлденең тартты. Әкем ақшасын төлеп, көкеме жетелетті. Иманқұл бізге бір пұт тары сыйлап, қошеметпен шығарып салып еді. Ауылға келген соң ақ көбейіп, аузымыз қою айранға тие бастады. Сөйтіп жүргенде май айы да туған еді. Көкем 4 күн бойы жер аударып, оған тары есепті. Әпкелерін даладан әлде бір шөптерді теріп әкелетін. Қандай шөп екені есімде жоқ. Әжем сол шөптерді сүтке қайнатып, кейде құр суға салып аш жасайтын. Біз соны жеп қанағат етеміз. Бірде сондай көк сорпаны ішкен соң 1 сағат өтпей жатып, шетімізден баудай түсіп құлағанымыз бар. Менің жағым қарысып, көзім тұнып кетті. Басым айналып лоқси бердім. Әжемнің зәре ұғыты қалмады. Әр қайсымыздың басымызды бір сүйеп зыр жүгіріп жүр. Жалмажан сиырдың желіне жабысып сүт сауып әкелді. Сол сүтті кезек-кезек біздің ердімізге тосады. Кешке келген әкем мен көкем біздің қирап жатқанымызды көргенде көздері шарасынан шыға жаздады.
Біз белгісіз шөптен уланып қалсақ керек. Содан бастап көк сорпа жасауды мүлде доғардық. Әкемнің астына ат бітіп, ауыл елді аралай бастады. Көкем үйден ұзаған жоқ. Іргемізге бөтен бір бай адамы қоныс тепкен екен. Көкем сонда барып қойларын қырқысып, қозыларын отап жалданып жүрді. Кейде станцияға барып, жүк түсіріп, тапқанына бір бөлке нан әкелетін. Әкем 4 қозылы қой әкеліп тастады да қайтып жол жүріп кетті. Бір айдан соң үйге өгей шеше алып келді. Осылайша қаз тұрып, қаңбақша қалтырап жүріп, 2-ші жылды да аяқтап едік. Көршілеріміздің көбі күн көріс қамымен жан-жаққа тарап кеткен. Солардың кейбірі 3-ші жылы ғана бас қосты. Бұл жылы ел мемлекеттен тұқымдық қор алған еді. Патша құлапты, қызылдар мен ақтар айқасып жатыр дегенді сол кезде естідік. Үлкендер күніміз туды, кедейлердің таңы атты десіп жүрді. Енді патшаның шабармандары халықты қалай алдайды? Ел мен елді, адам мен адамды теңестірген заң шығыпты дескен жұрттың қуанышында шек жоқ еді. Қара тізім жасалып, байлар соған тіркелді. 6 ай сайын сайлау жүретін болды. Старшындар дамылсыз ауыса берді. Қосшы одағының бастығы сайланатын болды. Жаңа заман, жаңа заң, жаңа тірлік жайлы ұлы төңкерістің көсемі Ленин жайлы ел жиі айтатынды шығарды. Совдептің төтенше өкілдері келе бастады. Басшылар кедейден сайланды. Әрбір 10 үйден бір белсенді сайланатын еді. Сол белсенділердің ішінде көкемде жүрді. Оны талай рет ауыл советтің председателіне де сайлады. Жаңаша жер бөліс орнады. Бұрын кедейдің жерін иемденіп шалғып отырған байлар жерінен айырылды. Жер кім баптаса, соныкі болды. Жұрт иығы көтеріліп, жаңа өмірге жұмыла құлаш ұрды. Бас аяғы 5 жылдың ішінде бәрі тойынып, қабағы жадырап, қайғысы азайып еді. Әкем мені арабша, орысша оқуға үйрете бастады. Есепті де үйретіп жүрді. Әртүрлі тірлікке араластырып, бұғанамды қатайта бастағанын сонда сездім. Ат суарып, ақырға жем салу, өгізге мініп тас бастыру сияқты жұмыстар енді менің де қолымнан келе бастады. Біздің өтеулі тұқымынан Бабас дейтін кісі өткен. Бабастың Қабаш атты інісі болыпты. Қабаш жекжат жұрат, тамыр таныстарды аралағыш екен. Бір аттанса үйіне айлап оралмайтын әдеті болса керек. Үйге келуін келгенмен байыз тауып отыра алмайтын көрінеді. Ертерек ел қыдыруға шыққанша асығып жүреді екен. Осындай кезекті бір сапар алдында атын ерттеп жатқан інісіне Бабас тіл қатыпты. «Ей, сен қайда тағы да?» Інісі ожарлау болса керек, ағасының қағыта сөйлепті. «Сендер сияқты қашанғы үй күшік болып отырайын? Ошақ түбін аңдуды сағанақ бұйыртсын. Менің қатыным жоқ, балам жоқ, салт басты сабау қамшылы, арқам кең адам емеспін бе? Сен ақ қатыныңды құшақтап жата бергін. Қабажан-ау, қолымызды мал қысқартып отыр ғой. Әйтпесе отау тігіп беріп, келінімнің қолынан дәм татып отырмас па едім?» Ағасының мына мәймөңке сөзіне Қабаш тағы да қияс жауап беріпті. «Қолың ұзарғанша жолым ашық шығар. Менің қайда жүргенімді қадағалап қайтесің?» деп аттанып кетіпті. Содан Қабаштан хабар болмай 3 айдың жүзі өтіпті. Бабас қобалжып, үй іші үрпейісе бастаған екен. Осындай бір күпті күні Түлкібастағы темір руының адамдары Қабаштың қолын байлап ауылға алып келіпті. Қашанда даушының даусы өктем шығатын әдет емес пе? Қабаш болса қабағы түсіп, елге қарай алмай жер шұқылап тұр. Оны байлап әкелген жігіттер ел адамдарына қамшы үйіргендей қара бұлтты төндіре сөйлейді. «Мінекей, мынау сұмаяқ, суық қол туысқандарыңды Шымкент базарынан ұстап әкелдік. Ауылымыздан ат ұрлап әкеп сатқалы тұрған жерінен тұтылды бұл бетсіз». Бабас қатты абыржып қалбалақтай берсе керек. Ел арасына жік түспесін, ала жіп аттаған алаяқ атанбайық деген намыс іші бауырын жегідей жеген жайы бар көрінеді. Айналайындар-ай, амалым қанша, қатар жатқан ел едік, алыс-беріс барыс келісіміз жарасқан ауыл едік қой. Аттан түсіп аяқ суытсаңдар шытым болмаса. Дәм үстінде дастархан басында отырып келісімге келелік. Айып бізден ағайын, ауыртпалықтарыңды көтеруге әзірмін деп Бабас қол қусырып тізе бүгіпті. Жоқ іздеп ұрысын ұстаған ауылдың жігіттері ат үстінде шатқаяқтап шамалары келгенше шіренсе керек. Бабас онан сайын шыргөбектеніп жалынады. «Тілегімізді қабыл етіңдер, жерге қаратып кете көрмеңдер айналайындар. Айыптының жүзі төмен ғой». Ауыл адамдары темір елінен келген жігіттерді жүгіріп жүріп күтіпті. Аяғының ұшымен кіріп, қаңбақша қалқып, дамыл алмай дастархан тасыпты. Бәрі де мал иесі қуғыншылар мен дау иесі биелердің алдына шала жүгініп қызмет көрсетіпті.
мейлінше егіл-тегіл шашылады. Қуғыншыларды Әлмембет бидің баласы басқарып келген екен. Оларда бір қауым ел ғой. Жөн жобасын білетін кісілері бар шығар. Мына жігітті ауылына алып барыңдар, бір жылқының дауын өздерің-ақ шешерсіңдер деп кіші баласымен 3 жігітті жұмсаса керек. Бидің өзі келсе, салмақ ауыр түсетініне түсінген біздің елдің билері лайықты жөн жоба таба алмай қиналып отырғанда бабастың өзі ретін тапқан көрінеді. Менің 6 қарам бар, енді тағы да 6 қара керек. Бұның қай сасқаның, 6 қара іздегенің не деп билердің біреуі сөзге араласыпты. Ақсақалдар-ай, әйтеуір көңілден шығып көпке түрткі болмасақ дегенім ғой. 9 қара айыпқа деңіздер, ал қалған 3 қара сіздердің әділ қазылықтарыңызға төленеді. Мұны естіген билер тапқыр шешімге тәнті болған екен. Дұрыс айтасың бабас. Әлмембет бидің келгенінен келмегені бізге ауыр тиіп тұрғанын түсініп айтқан сөзің ғой бұл деп күрсінеді би. Ал онда не отырыс бар? Әлгі жетпей жатқан малыңның біреуін мен берейін. Ойбай биеке, жасыңызға құлдық деп бабас қол қусырып орнынан ұшып тұрады. Сабыр ет бабас. Әлі сөзімді аяқтаған жоқпын деп би қолын сермеп, менің бабам Имашқа қарапты. Ал Имаш әжі баласы не бермек? Бізде бір жылқы береміз ғой биеке. Ақабай-ау, Имаштан сенің жолың үлкен емес пе? Сенің лебізің қалай екен? Дейді би біздің ұрпақтың үлкеніне. Бізде қатардан қалмаспыз биеке. Би ас үнсіздіктен соң бәсең үнмен төңірегіндегі билерге тіл қатыпты. Енді міне 9 қара болды деп жер шұқылап отырады. Жетер осы да. Өзге ер бір жолға тілегімді аяқсыз қалдырмас деп үміттеніп отырмын. Осы жолы 2 тізгін мен шылбырды маған беріңдер, кейіннен көре жатармыз. Өзге билер әділдікке жүгініп әлгі уәждің алдын кеспепті. Сіздікі жөн деп бәрі де құп алады. Осылайша бабастың есебінше жетпей жатқан 3 қараның да орны толыпты. Айып төленіп даушылар ауылдарына аттанады. Барын беріп қара жерге қарап қалған бабастың үйі ескі қоныстан көтеріле алмай отырып қалған екен. Ел маңынан өткендер қарақшылар қонысы, ұрының ұясы, алаяқтар ауылы деп өтетін болса керек. Қара таңба әркімнің бетіне шіркеуі болып, жүздері төмен жүреді. Тіптен бас қосыла қалған жерде әлгі айғақты ат бадырайып шыға келеді екен. Бірде сейсенбі базарына барған біздің базаршыларды біреулер мұқатыпты. Сендер ұры ауылының жігіттері екенсіңдер ғой. Бұл сөзге жауап қата алмай, ауыздарына құм құйылған біздің жігіттер іздерінше ат басын ауылға бұрған екен. Базаршылардың алдынан шыққан ел құралақан жігіттерді көріп аңтарысып қалған көрінеді. Неменеге тесіле қалдыңдар? Елге қаруға бетіміз күйіп, ұры деген атақтан қашып кеп тұрмыз дейді базаршылар. Мұны естіген бабас қайғыдан қатты күйіп қаһарға мінген екен. Қабаштың шашын ұстарамен қырыпты. Сонан соң құйқасын маңдайынан желкесіне дейін, оң самайдан сол самайына дейін тіледі. Басына жарғақ тұмақ, үстіне айналдырған тон кигізеді де қолына таяқ ұстатады. Енді қайда барсаң да онда бар. Сендей арам ағайыннан адал арым артық деп теріс батасын беріп ата қоныстан аластап шығарған екен. Ол заманда қарғыс ауыры теріс бата, жазаның үлкені қасқа етіп әйгілеп елден қуып қаңғытып жіберу болыпты ғой. Сол бабастың кенже ұлы Орманқұл менің көкем Момынқұлмен жас деді. Нағашымыз Текебай бидің кенжесі Құлжабай да бұлармен құрдас болатын. Орманқұл 40-тан асқанша кедейлік қолын кесіп үйлене алмаған. Ал Құлжабайдың атастырып қойған қалыңдығы өліп, оның 8-9 жастағы сіңлісінің бой жетуін күтіп амалсыз жүрген кез екен. Ол кезде қос бойдақтың да жастары 30-ды иектеп қалып еді. Қысқы шілде кезінде құтырған боранның құрсауынан шыға алмай Құлжабайдың ауылда жатып қалғаны бар. Құлжабай мінез жағынан ағасы Серкебайға мүлдем тартпаған. Ол сабырлы, биязы, өзін-өзі қай жерде болса да, қай ортада болса да ұстай білетін байсалды, орта бойлы, қараторы жігіт еді. Сондағы боз боранға қарамай ол Момышқұлды ертіп алатын. Жүр, Малтамға барып қайтайық деп қымтана киініп үйден шығып жүрді. Аздан соң қас кірпігіне дейін қар болып қайтып келеді. Астапыраллай, мұндай боранды кім көрген? Ұйтқы болып үйіре борап тұр ғой тегі. Көз қаратар түрі жоқ, тыныс алдырмайды. Жотаның жазы жақсы болғанмен, қысы тапа қиямет қайымның өзі ғой деп киімдерін шешіп қарын сілкілейтін. Мұндайда қысқа күннің өзі ыбылжып тұрып алатыны бар ғой. Бәріміз үйге сыймай ермек іздейміз. Содан кешкі тамақтан соң ертегі, жұмбақ, күлдіргі әңгімелер айтып, Құлжабай бізді еліктіріп отырушы еді. Ой шырағым-ай, сен болмасаң әсіресе мынадай қарлы күн, қараңғы түнде ішіміз пысып, жарылып кетеді екенбіз ғой.
Тіптен сенің айтып отырғандарың мына балаларға рахат болды-ау деп әжем Құлжабайға алғыс айтып отыратын. Бір кеште ол сұрмергенді айтып берді. Екінші кеште сұрмергенді асықпай қайталады. Момынқұл көкеме жаздырып отырды. Менің екі құлағым соларда болатын. Үшінші естігенде мен өзіне айтып бергенімде, «О, Бауыржан-ау, өзің құйма құлақ екенсің ғой шырағым» деп Құлжабай арқамнан қақты. Нағашысына тартқан ғой деп әжем мақтанып қалды. Оның ертеңіне әкем аспаптарын құрып, Момынқұл су жылытып балшық иледі. Одан әкемнің айтуынша қалыптар құйды. Мен үлкен табаншаның үстіне ағаштан күркешелеп отын жағып, көрік басып отырмын. «Ал апа, күн қысқарсын, бәрімізде тірлік істеп отырарлық» дейді әкем әжеме. Сөйтеді де әр жерде шоқиып зергіп отырған қыздарды нұсқады. «Сіз мыналарды да қарап отырғызбаңыз апа». Әжем орнынан тұрып, үлкен алашаны бөлменің бір босағасына жаяды. «Сен, балам, ауызғы бөлмеден бір қап жүн алып кел» деп қыздардың үлкені Үбиянды жұмсайды. Өзі мүйіштен екі ұршықты әкеліп алашаның төр жақтағы бұрышына қояды. Үбиян алып келген жүнді алашаның ортасына үйіп, қыздарға орын көрсете бастайды. Өзде көрпешенің үстіне жайғасады. Әжем бәріне тиесілі жұмысын тапсырып жатыр. «Сен, Алиман мен Құрманкүл екеуін жүн түтесіңдер, асықпай үлпілдетіп жібекше түтіңдер». Екі қыз әженің айтқанын екетпей іске кірісті. Енді әжем Үбиянға бұрылды. «Сен мына ұршықтың біреуін қолыңа ал, екеуміз жібі ерелік». Жалтақтап отырған келіндеріне көзі түскен әжем ол артта құр қол қалдырған жоқ. Үйлеріңді сыпырып, ыдыс аяқтарыңды жуып, күлдеріңді шығарып, қазан ошақтарыңды реттеп, тамақ пісірудің қамына кірісіңдер. Сендерге сол да жетер. Әпке, маған да бір нәрсе жүктесеңізші. Сен қонақсың ғой қарағым. Қашанғы қонақ болып отыра бермекпін әпке. Аңылдап өлеңіңді айтып отыра берсеңші қарағым Құлжатай дегенде бәріміз күліп жібердік. Тоба, сондайда тірлік болады екен-ау деп Құлжабай да күліп жатыр. Жүн түтіліп, ұршық иіріле бастады. Көрік басылып, көмір оттанып, күміс еріп қалыпқа құйылды. Қорытындының беті қарайып қатая бастағанда, оны қысқышпен алып, темір тегенедегі суға тастап жібергенде, су баж етіп шашырап, буы бұрқырайды. Суған күміске төс үстінде балға соғылады. Осылайша әр қайсымыз өз тіршілігімізбен отырғанда байқамаппын. Қайдан алып келген білмейм, Құлжабай жуандығы сұқ саусақтай, ұзындығы 4-5 қарыстай алшыбықты бәкісімен жонып отыр екен. Сөйтіп біздің үйде өндіріс цехтарының жұмыстары қыза бастады. Біреумен біреудің ісі жоқ. Әркім өз тірлігін үделеп отырған. Түскі тамаққа қою майлы быламық істелген екен. Сол кездерде біздің ауылда сұйық тамақты да екеу ара, үшеу ара табақтасып бір қасықпен ішетін әдет бар еді. Бұламықтың түрі де көп болатын. Ең сұйығын атала, көбеге ашытса ашқан бұламық, айран қатса ақ бұламық, сүтке пісірсе сүт бұламық, тек суға пісірсе қара бұламық, оған құрт езіп қатса құрт бұламық, май салса майлы бұламық деуші еді. Құлжабай тамақ үстінде бұламық туралы талай күлдіргі сөздер айтып отырды. Алыс жолдан арып келген екі жолаушы бір үйге түстенгелі ат басын тірепті. Үй иесі шайдан кейін өзге рәует білдірмей тымпиып отыра берсе керек. Қарны тойып қабағы жадырамасын білген жолаушының біреуі тысқа шығып келген соң серігіне аттаналық деп тықыр салыпты. Тұр енді аттаналық, отыра бергенмен оңала қоймаспыз депті. Серігі орнынан қозғалысы келмей қипақтай берген екен. Әй, тұрсаңшы енді. Досым-ау, қалай тұрайын? Жай күйім өзіңе әйгілі ғой деп мынадай өлең айтқан екен. Ішсем тамақ болмайды шаян тұрған. Айт, шу десем жүрмейді таян тұрған. Ат бер десем бермейді баян тұрған. Шай шіркінді шығарған баян тұрған. Шу дегенде суырылған құламықты, сынығыңды бекіткен сынамықты. Қалай ғана құрауыз аттанайын, тым болмаса қимадау бұламықты. Біздің елде жұқпа дейтін тамақ болады. Қамырды жұқалап жайып, ыстаған қазан түбіне кептеп жапсырып пісіреді. Қамыр жабысып күймесі үшін қазан түбін құйрықпен майлап отырады. Жұқа піскен нанды қатырма дейді. Қатырманы суға не сүтке салып қайта пісіріп былбыратады да үстіне сары май салып орап дастарханға қояды. Бір үйге қонақтар түсіпті. Үй иесі сараңбай екен. Аузынан берекелі сөз шықпай, әйеліне қайта-қайта қонақтарға жұқпа істеңдер дей беріпті. Пейілі тар үйден тамақ ішіп жарымасын білген қонақтардың үлкені мұқата сөйлепті. Байеке, сонша жұқпа дей бердіңіз, жұқпайтын болса құдағиды әурелеп қайтесіз деп орындарынан тұрып шығып кеткен екен.
Осы сияқты әңгімелерді көп білетін Құлжабай нағашым бізді күлкіге қарық қылып отырушы еді. Құрметті тыңдарман, Ұшқан ұя романының 2 бөлімі өз мәресіне жетті. 3 бөлімде кездескенше.